Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып сату менеджері. Оқу мақсаты тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстыру, сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Алдымен клиент нені қалайды, соны анықтауымыз керек. Яғни, сіз товарыңызда клиенттің қалауын білу керексіз. Өйткені ол тауарға мұқтаж емес, клиент онан алатын пайдасына, яғни оның құндылығына мұқтаж. Мысалы, арықтау марафондарында клиентке қанша уақытта сымбатты денеге қол жеткізе алатыны, денсаулығына еш зиян тигізбей артық салмақтан құтылатыны маңызды, солай емес пе? Демек, бұл жерде клиенттің қызығушылығын анықтау, яғни клиентке беретін пайдасын айтуды үйрену керек. Екінші әсер ететін фактор ол оффер. Қазақша айтатын болсақ, ұсыныс. Жай ғана ұсыныс емес, мықты ұсыныс болып табылады. Бұл не? Клиентке бас тарту ақмақтық ұсынысын беру. Яғни, мысалға келтіретін болсақ, пицца сататын дүкендерде сізге 30 минут ішінде жеткіземіз, егер жеткізілмесе, біздің пицца тегін дейтін болса, онда бас тарту ақмақтық ұсынысы. Ондай көп жерлерде кездеседі. Тағы бір мысал, домбыра үйрететін курстар. Ода бір айдың ішінде 10 күй шертуді үйретеміз. Егер бір айдың ішінде 10 күй шертуді үйренбесеңіз, ақшаңызды толықтай қайтарамыз. Сол сияқты сіздер оффер жазуды, яғни клиентке ұсыныс беруді үйреніңіздер. Әркім өз кәсібіндегі ұсынысы міндетті түрде болу керек. Бірінші тапсырма: бейнежазбадағы ақпарат пен кітаптағы ақпараттарды өзара салыстырыңыз және төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Қазақ тілінің сөз құрамы қалай толығады? Бірінші, араб, парсы, иран тілінен енген сөздер. Шамамен 8-9 ғасырлар. Мысалға, базар, таразы, мектеп, мереке, емтихан, алла, молда, мешіт және тағы басқалар. Екінші, моңғол тілінен енген сөздер. Шамамен 12-13 ғасырлар. Мысалға, хан, ұлыс, аймақ, алтай, тарбағатай, жыл, жол, жиен, нұр және тағы басқалар. Үшінші, орыс тілінен енген сөздер. Шамамен 18 ғасырдан басталады. Мысалға, сот, судья, болыс, волост, жәрмеңке, ярмарка, хамыт, хаумут, директор және тағы басқалар. Екінші тапсырма: араб, парсы, моңғол, орыс тілінен енген сөздердің әрқайсына 10 мысалдан келтіріп жазыңыздар.